Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгінгі сабақта сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біздің сабақтың тақырыбы каспи магазин арқылы миллиондар табудың схемасы. Именно предзаказ арқылы қалай миллиондан сумма жасаймыз, соны сіздерге көрсететін боламыз. Қараңыздар, сабақ дейтін сіздерге өте пайдалы болады. Сол үшін 20-25 минуттарыңызды арнаңыздар. Лучше Instagram, TikTok арнаған уақыттарыңызды лучше пайдалы информация алып, сол арқылы ақша табуға болады. Мен сіздерге соны көрсететін боламын бүгін. Давайте бірінші өзімді таныстырып жіберейін. Есім Алмат Енжілболат, жасым 24-те, өзім Атырау қаласынан, қазір Алматыда уже тұрып жатырмын. Каспиде жүргеніме уже 3 жыл болды. Сол уақыт арқылы мен системаны уже табыс тауып келемін. Именно осы предзаказ арқылы жұмыс жасаймыз. Қазір мен сіздерге толықтай осы предзаказды көрсететін боламын. Енді қараңыздар, сабақтың соңында сіздерден мықты бонус күттір. Ол қандай құнды бонус дейтін болсаңыздар, Каспимен 1 миллион практикалық курс, осы уақытта менде 9 поток, және де 600-ден 700-ден астам дейтін шәкірт оқыды. Осы арқылы Аллахтың қалауымен көптеген адамдар табысқа шықты. И осы 30-дан астам видео сабақты мен сіздерге тегін беруге возможность беремін. Тегін алуға возможность беремін. Ол қалай дейтін болсаңыздар, сабақтың соңына до конца қараңыздар, и осыны сіздер тегін ала аласыздар. Кеттік, енді қараңыздар. Егер сіз каспимен айналысатын болсаңыз, сіздерде осындай проблемалар бар болса, мысалы қараңыз, ол қандай дейтін болсақ, маржа өте аз, пайда жоқ, товарды қайдан аламын, өтімді неше табу қиын, товарын өтпей жатыр, конкуренттер өте көп, демпинг, шаршатты, барахолкамен жұмыс жасау невыгодно, көп табу үшін көп ақша керек дейді. Если сендерде осы бір проблема бар болатын болса, сабақтың соңына дейін қараңыздар, осы проблеманың шешімін мен осы сабақта көрсетіп қойдым. Енді, ал если сіз новичок болсаңыз, енді бастағыңыз келіп, айналысқыңыз келіп жүрген болса, сіздерде осындай проблема болатын болса, бастап кететін десе қаражат жоқ. Екіншісі қорқыныш бар, менен қолымнан келмей қалама деген сияқты. Заказ түспей минусқа кіріп кетемін деп қорқады, налогтан қорқады, налогтан кәдімгідей қорқады адамдар дейтін бар ғой. Ауылда отырып жасай аламын ба деп ойлайды, мысалы Каспиім блокта или черныйда дейді. Если осындай проблема болатын болса, сабақты соңына дейін қараңыздар, осығанда біз бананда осы проблемадан шығудың жолын көрсететін боламын. Енді қараңыздар, осы схема арқылы, именно предзаказ арқылы Аллахтың қалауымен 2023 жылы, 24 жылда жақсы үлкен обороттар жасадық. Мысалы қарайтын болсаңыздар, бір жылдығы бірнеше ИП-нікі 222 миллион, 61 миллион, 14 миллион. Мысалы бұл 3 ИП-дан жасалған, осы предзаказбен жасаған суммаларымыз. Ал енді қараңыздар, көптеген каспиден сатушылардың проблемасы оборотты қалай көтеру керек, нишаны қайдан аламын, қалай сатамын деп мен отырмаймын. Потому что мен предзаказ арқылы жұмыс жасағасын, менің мынандай ешқандай проблема жоқ. Оборот көтеру керек дейді, ниша қайдан аламын, қалай сатамын, менде вообще ондай проблема жоқ. Потому что предзаказ арқылы біз ассортимент көбейтсек қана өзі сатылым автоматтан болады и үлкен суммалар жасап болады. Оны қалай дейтін болсаңыздар, қазір көрсетемін. Кеттік. Мысалы, бұл стратегиямен сіз қай уровеньсіз қарамайды, кез келген адам бүгін уже бастап келесі күні спокойно заказ тұрады. Оған дәлел менде мысалы оқушыларым бар, соны сіздерге көрсетейін. Мысалы бізде оқушымыздар обучение сатып алды и келесі күні сразу уже заказ тұрды. Мысалы амандасып жатыр, мысалы заказдарын жіберді и екінші күні тағы да заказ түсіп уже көріп жатыр. Біздің схемамен осы предзаказ арқылы схемамызды қолдану арқылы Аллахтың қалауымен табысқа жетіп жатыр. И осындай білейін, қуанып тұрмын дейді. Осындай бізде отзывтар өте көп. Оқушыларымды қарайтын болсаңыз, еш қиындықсыз бастапқыда 50-100 товар салып, уже сразу заказын салып сатылымға көшіп жатыр. Мысалы отзывтарды оқып кетейік. Қараңыз, сәлеметсіз ба дейді, мен отзыв тастап кетейін дейді. Алғанына бір ай болған жоқ дейді, 18 товар салып дейді, 18 товардан уже 2 заказ түсірген. Новичоктар бұл кісілер. Енді 150 товар салатын болсам, енді қаншама заказ түседі дейді. Мысалы, обучение көріп шықтым дейді, мысалы екінші адам уже и уже заказ түскен, сразу обучение көрді, жасады, уже заказ түсті. Біздің бір плюсы предзаказда спокойно товар салатын болсақ, заказ спокойно түсіруге болады. Оның методын мен алдағы уақытта көрсем. Түн болса да жақсы жаңалықпен бөлісейін дейді. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, бір продажа и бір товар тұр сатылымда. Ойлаңыз, бір товарда продажа салып қойған и сол товар заказ етті сразу. Бұл кісі новичок, қараңыздар. Дым отзывы жоқ, дым звезда жоқ, магазинді осы жақында ашты и сразу уже заказ отыр. Мен әжер өзім шок болатында бір товардан сразу бір заказ түсімін деген сияқты. И осындай клиенттер бізде өте көп. Бұл схеманың арқасында алдын ала миллиондаған сумма заказ беріп керек емес. Бұл жақта предзаказбен тек қана қолыңызда минимально 20 мың 30 мың теңге болса спокойно асап кетуге болады. Мысалы бізде Каспиде айналысатын адамдар бар, 2 жыл Каспиде айналысып келген, қаншама ақша салды, қанша минусқа кірген, енді ақша салмай осы предзаказбен басып дейді. Бұл жерде көріп тұрған болсаңыздар, ақша салмай нөлден басып кетуге болады, аз суммадан. Енді бұл жерге келетін болса, 2022 жылдың бұл менің цифрам, бұл
до предзаказа. Мен бұл жерде барахолкамен жұмыс жасадым, қаншама еңбек, қаншама жұмыс жасадым, барахолкамен, Китаймен, и сондағы бір жылдың ішінде мен 31 миллион теңге жасадым, ойлаңыздаршы. Ал енді мен предзаказға келген кезде Аллахтың қалауымен бір ИП-дан тек қана 179 миллион жасадым, ойлаңыздаршы. Просто тауарлар толтырып салып бастаймыз предзаказбен. Ол қалай дейтін болсаңыздар, қазір көрсем әлі асықпаңыздар. Просто мына жерде таныстырып кетейін сіздерге. 179 миллион жасадық. Енді мен өзімнің оқушыларымды да тоже көрсетіп кетейін. Мысалы, Нұрислам дейтін оқушым маған дейін уже кәсіппен айналысатын болған, барахолкамен айналысатын болған. Мағанға дейін 957 мың теңге оборот жасаған, ол 3 айдың ішінде. Сонда айына 300 мың теңге жасап, тек қана бір 50-60 мың теңге тауып жүрген маған дейін. И менің обучениеме келіп, осы предзаказды оқып, үйреніп, 3 айдың ішінде 4 миллион 200 жасады. Ол қанша айтын болсақ, бір айдың ішінде 1 400 жасап, таза 700-800 мың теңге жасап отыр. Бұлдан новичок кісі де ең басына келді. Осы бұл жасты где-то 20-21-дегі жігіт. Мысалы, келді де оқыды да сразу жақсы табысқа шығып кетті. И бұл жерде жасқа қарамайды, жас болсын, үлкен кісі болсын, орташа болсын, даже 18 жастағы бала осы біздің обучениемізді оқып 5 күн ішінде 70 мыңға салтын жасады. И мына жерде бір қызығы, бұл кісі новичок, тоже мен кәсіпкерлікті оқып алды, ИП-сын ашты, кәсіпкер ашты, магазин ашқаннан кейін сразу уже тауар салып, Аллахтың қалауымен бірінші очередь біз себепші болдық. И 4 заказ түсіріп, мынадан таза 30 мың теңге тауып отыр 4 заказдан. Жақсы емес пе да? Новичок кісі кірді, сразу уже 30 мың теңге тауып отыр. И мынаны кез келген адамдар жұмыс жасай алады. Енді сіздерге табысталатын уақыт келді деп ойлаймын. Енді сіздерге мясо информация айтайын, предзаказ арқылы қалай жұмыс жасайтынымызды. Каспи арқылы 1 миллион гарантированный табысқа шығуға көмектесетін менің өзінің авторлық методикам бар. Сонымен бөлісемін. Біріншісі, дұрыс стратегия таңдау керек. Стратегияның түрі өте көп, қазір сіздермен таныстырамын. Екіншісі, товар сатылымын арттыру. Үшіншісі, товарды арзанға алып келу жолдары. Ниша таңдаудағы стратегия ең маңыздысы. Сіздер, если Каспиға кіретін болсаңыздар, сіздер дұрыс стратегия таңдау керексіздер. Если дұрыс стратегия таңдамайтын болсаңыздар, күйіп кетіп, минусқа кіріп, банкрот болып қалуы мүмкінсіздер. Сол үшін риск аз стратегияны таңдауымыз керек. Стратегияның бізде 4 түрі бар. Негізі стратегияның түрі өте көп, но бірақ самый основной сіздерге 4 түрін айтатын боламыз. Біріншісі, классический стратегия, ол білесіздер, ол дейтін барахолкамен жұмыс жасау. Барахолкамен негізімен өзімде жұмыс жасадым, кезінде көп деген бараңдай қиыншылықтар болды. Мына жақта қазір сіздерге соның минустарын айтып кетейін. Плюс өте аз, минустары өте көп. Бұл жақта сіздер всегда вечным өтетін тауарлар іздеп тұрасыздар. Енді барахолка үлкен, каждыйына кіресіз, бараңдай несін аласыз, данныйларын аласыз, товардың данныйларын, ходовой товар ма, өте ма, өтпей ма, сөйтіп іздеп жүреміз. И минусқа кіріп кету өте оңай бұл жақта. Ол қалай дейтін болсаңыздар, мысалы сіз бір товарды аласыз, Каспиға салып қоясыз, 6 мың теңге деп, себестоимость 6 мың теңге деп салып қоясыз, и заказ түскен кезде сіз уже барахолкаға барасыз ғой товарды алуға, и бағасы 7 мың теңге или 8 мың теңге болады. Сіз ойлағаннан уже өсіп кетті да бағасы. И сондай минустар өте көп, барахолкада бағалар өсіп отырады күн дейтін всегда, и товарлар бітіп қала береді всегда. И көп уақыт пен күш кетеді, потому что барахолка үлкен, если астарыңызда машина болмайтын болса, өзіңіз тасып жүресіз, упаковать етесіз, ол өте қиын зат болатын. Мен өзім басыма өткесін, мен оны білемін. Көп уақыт пен күш кетеді, риск аз, потому что риск не үшін аз, заказ түсесіз, барыста сатып қоясыз. Бағасы каждый раз өзгеріп и минус кіріп кетуі мүмкінсіз. Осындай минустар өте көп. Плюстары тек қана риск аз болуы мүмкін, есе болды. Но барахолкада қазір жасайтын еше вариант емес, ол жақта пайда почти 0 деп айтсақ болады. Қытай стратегиясына келетін болсақ, біріншіден бұл жақта сіздер үлкен вложение керек. 50 мың мен 100 мың теңгемен бастайын дейтін болсаңыздар, ол өте үлкен товарды әкеліп қоятын болсаңыз, оны сату керексіздер, еще ол өте ме, өтпей ме, одан пайда өте аз қалады 50 мың 100 мың теңгеден бастайтын болсаңыз. Как минимум нормальный табысқа шығу үшін сіз миллион теңгемен или 500 мың теңгеден бастап кетсеңіз болады. Примерно елестетейік. Мысалы, сіз 500 мың теңгеге 3 товар түрін алып келдіңіз. Аналитика жасадыңыз, 3 товар түрін алып келдіңіз. В наличие келіп қойдыңыз, в наличие. И соның екеуі өтіп, немесе біреуі ходовой товар өтіп кетіп, қалған екеуі өтпей қалатын болса, еще ол жақта демпинг болып бағаны түсіріп тастайтын болса конкуренттер, сіз уже минусқа кетіп қаласыз да. И осындай рисктер өте көп. Қытаймен де жасаудың, Россиямен, Турциямен болсын, бағанағыдай барахолкамен деген сияқты. И вечно өтетін тауарлардың бағанағыдай несін іздеп отырамыз, аналитика жасап отырамыз. И еще ол жақта демпинг, конкуренция өте көп. Товар брак болып келуі мүмкін. Опасность бар, мысалы 100 товар беретін болсаңыз, соны 10 брак болуы мүмкін. Үлкен риск.
жақсы маржа көтеруге болады, мына жақтан жақсы пайда табуға болады. Просто дұрыс обдуман жасайтын болсаңыздар, үлкен сумма болатын болса, смело кіріп Қытаймен де жұмыс бастауға болады. Ол мен жамандап жатқан жоқпын. Енді үшінші стратегия ол поставщик стратегиясы. Бұл жерде дистрибьютор, дилер мен оптовиктармен үлкен солармен жұмыс жасаймыз, тізімін іздеуіміз керек біз дейтін поставщиктардың. Бұл жақта риск аз, предзаказ арқылы жұмыс жасауға, потому что олардың тауарларын салып қоямыз. Но ол жақта маржа өте аз, пайда өте аз. 100 000 теңге товардан 5 000 теңге алады, 6 000 теңге алады, ол өте аз ғой, мысалы дейтін. Бұл жақта склад керек емес, үлкен вложение керек емес. Үлкен вложение дегенде по-любому, бірақ осы поставщиктармен дистрибьютормен жұмыс жасайтын болсаңыздар, үлкен вложение керек негізі. Енді төртінші стратегия, ол менің самый любимый стратегиям предзаказы айтсақ болады. Қазір мен сіздерге плюстарын айтамын, ол қалай екен деген сияқты. Бұл жақта бір плюсы, сіз постоянно ниша зерттеп, қайсысы жақсы өтеді деп отпайсыз. Сіз даже дейтін бір сағаттың ішінде 20, 30, 40 ниша спокойно тауып болады. Именно оны, мысалы мен өзім магазинім бар, бір дүкенімде 15 000 товар бар. И мен ойлап отқан жоқпын ба, ниша бұл товар өте ма, өтпей ма деген сияқты. Мен просто тупо бардым да сайттардан, бандай поставщиктерден товарлар толтырып салып тастадым, и реклама болсын, и менде заказ қырылып жатыр да, ол жақта отзывы жоқ болсын, звездасы жоқ болсын, заказдар келе береді. Бір плюсы предзаказда конкуренция жоқ. И баға түсіру демпинг дейтін жарыспайды, потому что не үшін біз Каспийдегі жоқ тауарларды алып келеміз. Каспийде жоқ тауарларды алып келеміз. Сіздерде ойлау мүмкінсіз, Каспийде жоқ тауарды біз қайдан табамыз? Каспийде етекті конкуренция көп, біз кіре аламыз, тауарды таба аламыз деген сұрақ болуы мүмкін. Давайте сіздерге мысал келтіріп берейін. Каспийде примерно 7 миллион товар бар. Соның ішінде банағы БАДы, продукт, аномаларды алып тастаған кезде где-то 5 миллион товар бар. Банағыдай бытовая техника сияқты, товар для дома сияқты товарлар бар. Енді Китайда алатын болсақ, Китайда 1 триллион товар бар. Ол миллиардтан больше, ойлай беріңіз, ассортимент. Россия, Турцияда миллиардтан астам товарлардың түрі бар. Өзбекстан, Қырғызстан 100 миллион астам товар түрлері бар. Ал Каспийде 5 миллион товар. И сіз ойлаңыз енді, Каспий рыногы қандай пустой екен. Бұл жақта бәрі айтады конкуренция. Но конкуренция бұл жақта ондай үлкен емес негізі. Соны сіздерге естеріңізге айтып отырмын да, салып отырмын. Бұл жақта бір плюсы пайдасыз көп таба аласыздар. Товардың үстінен как минимум дегенде 3, 4, 5 есе қосып сата аласыздар. Қазір мен сіздерге мысалмен көрсетіп қойдым даже дейтін. Спокойно 5 000 теңгенің товарын 25 000, 30 000 сатуға болады, 10 000-дікін 50 000-ға сатуға болады. Любой адам бұл схемамен бастап кете алады. Қолыңызда бар жоғы 20-30 000 теңге болса болғаны. Үлкен сумма керек емес. 20-30 000 теңге бағандай сіз аз суммадан бастап жайлап көтеріп үлкен суммаға шығып кете аласыз. Бірінші қолыңызды үйретесіздер. Қолдарыңыз сабарыңыз болмаса да спокойно бастап кете аласыздар. Предзаказ стратегиясының функцияларымен таныстырып кетейін. Қараңыздар, сіздер бірден 1000 товар сатып тастайтын болсаңыздар, заказның астында аласыздар. Сразу айтайын, 1000 товардан примерно 1% ол 10 күніне 10-15 заказ түсіруге болады. Осы схеманы қазір мен алдағы уақытта көрсетемін. Соның арқасында ниша таңдап отырмай бірден сатылымға көшіп кетуге болады. Демек, уақытты экономдайды. Біз қалаған оборотқа жетуге болады, өз табысымызды планировать ете аламыз. Бір плюсы, бұл жақта сіздерде үлкен склад товарларды әкеліп в наличии сақтап қоюдың қажеті жоқ. По факту сізге заказ түседі Каспийға, клиентпен сөйлесесіз, біз предзаказбен жұмыс жасаймыз, сіз күтуге дайынсыз ба дейсіз, күтуге дайын дейтін болса, все болды, біз дейтін уже Китайдан болсын, Россиядан болсын, Турциядан заказ береміз, и все клиентке жеткізіп береміз, уақытын қойып қоямыз. Бұл жақта шығын өте аз, бағандай склад керек емес. Бағандай көп сотрудник керек емес, бір өзіңіз отырып спокойно жасай бере аласыздар. Қазір менде оқушыларым көп, соны сіздерге көрсем. Стратегияны үйреніп, бірден әрекетке көшіп, сол күні уже заказ сүруге. Мен оқушыларым көп ондай. Кез келген адам бұл стратегиямен жұмыс жасай алады, үлкен бюджет қажеті жоқ. Мысалы, қалай жасаймыз? Товарды таңдаймыз, бағасымен бағандай есептеп саламыз. Мысалы, пайдамызды өзіміз үстінен қойсақ салдық, и содан кейін таблица саламыз. Таблица салғаннан кейін товар предзаказға түседі. Предзаказдан кейін біз реклама қосамыз. Мысалы, менің бір кішкентай аккаунтымды алайық. Мысалы, бір айдың ішінде біз реклама жібердік, одан 6 миллион теңге таза пайда түсті. 6 миллион теңге заказ түсті, одан таза 3 миллион теңге алды. И 585 000 реклама ұрттым. Мысалы, осының барлығын біз досконально біз сабақтарда көрсететін боламыз. Енді қараңыздар, сіздерге заказдар осылай түседі. Мысалы, мына жерде массажер түсуі мүмкін, стол түсуі мүмкін, әртүрлі, мысалы 54 000, 113 000, 89 000 осылай заказдар көп түседі сіздерге. И сізге заказ түскеннен клиентке хабарласасыз, күтуге дайынмын әкеліңіз дейтін болса, все біз поставщикке хабарласамыз, или сайттан біз прямой заказ береміз, и клиентке біз жеткізіп береміз уже. Мысал мен келтірейік енді товарлармен.
Мысалы Қытайда мына тауардың бағасы 16 юань тұрады осы сумка. Где-то ол 1000 теңге, ал келуімен бірге 1500 теңге болады. Себестоимость до Алматы товар 1500 теңге келеді. Енді Каспийде бағасын қарайтын болсақ, мына цветі бар, мынада конкуренттер жоқ, но звезда бар, отзыв бар. Просто салыстырсақ болады. Мысалы, мына товарды көретін болсақ, бағасы 6000 теңге, ал өзінің тұратын бағасы 1500 теңге. Товардың үстінен 4 есе қосып сатып көрдіңіздер, айттым ғой, товардың үстінен спокойно көп қосып сата берсек болады. Не үшін дейтін болсаңыз, ол жақта конкуренция жоқ, демпинг жоқ, өзіңіз сатасыз и бағасын өзіңіз қоя аласыз. И мысалы, если 6000 теңге сататын болсақ, бағанағыдай Каспий налог анау 15% азайтпаймыз, доставканы азайтпаймыз, таза 3000 теңге табуға болады. И енді ойлаңыз, сіз осындай товар, не только сумка, любой товар, аксессуар, товар для дома, бытовая техника, спорт, туризм, детский игрушка, соның 1000 шақты ассортимент салып тастайтын болсаңыз, Каспийде жоқ тауарларды толтырып сала беріңіз и реклама жасайтын болсаңыз, мынандай заказдар сіздерге спокойно түседі, Аллахтың қалауымен бірнеше. Сатылымдағы қателіктер, стратегияны дұрыс таңдамау, бағанағыдай барахолкамен Китайдан товарды толтырып әкелу, үлкен сумаға деген сияқты поставщиктармен жұмыс жасау, и сол қателіктерді дұрыс таңдау, дұрыс стратегия таңдау керек. Ол дұрыс стратегия, предзаказ стратегиясы. Маржаны дұрыс есептеу керек. Если дұрыс санамайтын болсаңыздар, сразу минусқа кетіп қаласыздар. Системаны өзіңіз түсінбей, просто так жасау. Система дегенде ол қалай жүреді, процесс қалай, предзаказды қалай қоямыз, бағасын қалай есептейміз, рекламаны қалай жеріміз, ботты қалай қосамыз деген сияқты сондай схемалар білмейтін болсаңыз, клиентпен қалай сөйлесеміз, қалай келеміз, лучше жасамаған дұрыс. Осы схеманың барлығын түсініп алған дұрыс сіздерге. Сатылымдарға түскен кезде сіздерге ответственность алу керек. Потому что сіз клиенттер күтуге дайын ғой. Сіз заказды потом беремін деп сөйтіп сол жүретін болсаңыздар, ол дейтін магазиніңіз блокқа кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін дұрыс ответственность алып клиентке уақытылы товарды жеткізуіміз керек. Ал енді система бойынша табысқа шығу үшін бізге не керек? Спланировать стратегию, магазинді дайындау, товарды салу, маркетинг тосу и дұрыс система, и все. Осы болатын болса, спокойно сіз уже ақша таба аласыздар. Енді әр шарттармен детально таныстыру үшін сені предзаказ курсыма шақырамын. Курстан кейін сен осы предзаказ стратегиясын өзіңіз түсініп, спокойно Аллахтың қалауымен уже келесі 2-3 күн ішінде сіз заказ түсіре аласыз. Оған дәлел менің оқушыларым өте көп. Қазір алдағы уақытта тағы көрсетемін сіздерге. Ал енді қараңыздар, курс кімге арналады? Магазині бар, бірақ табыс жоқ. Просто магазин тұр. Или ИПСі бар, бана ашық қойды, кассепайы бар. Енді басасы келіп жүрген адамдарға, новичоктарға, өзіңіздің оборотыңызды көтергісі келетіндер, бұл уже действующийларға, ниша таңдап қадалып шаршаған адамдарға арналады. Стабильно 3-4 миллион тапқысы келетін адамдарға осы арналады. Енді, мысалы, осы предзаказ курсына не кіреді деп сұрақ болуы мүмкін сіздерде. Давайте мен айтайын сіздерге. Бірінші модуль ИП-ны қалай ашамыз, новичок болсаңыздар, ИП-ны қалай ашамыз, налогты, отчеттарын қалай тапсырамыз, КСП-ді ашу. Көбінің проблемасы магазин ашылмайды, ашу қиын дейді. Оны ашудың бізде 4 жолы бар. Бірінші жолы 20 күн бойы оборот көрсету арқылы бар, оны еще дұрыс көрсетуіміз керек. Дұрыс көрсетпесек, оны ашпайды. Қалған 3 жолы бар, 3 жолы ол 2 күнде ашуға спокойно. Модуль 2. Кассе кабинетпен танысу, товар маржасын дұрыс санау, кассе магазинге товар салудың жолдары, предзаказда қалай жұмыс жасаймыз. Үшінші модуль. Предзаказдан қалай шет елдермен жұмыс жасай аламыз. Не только Қытай, Россия, Турция, Өзбекстан, Қырғызстан, любой шет мемлекетпен жұмыс жасаңыз, Европа, Корея, США болсын, Африка болсын, Орталық Азиядан любой елден товарды әкеліп сатуға болады. Бізде максимум 45 күннің ішінде товарды әкеліп сата аламыз. Қараңыздар, Китайдан 12 күнде келеді, Россиядан 3 күнде келеді, Турциядан 7 күнде келеді, Өзбекстан, Қырғызстаннан, Алматыдан 2-3 күннің ішінде келеді. И осы предзаказдарды салып қойсаңыздар болады. Предзаказды қалай саламыз? Предзаказдың кезінде білу керек жайттар, маркетинг арқылы сатылымды көбейту, бот қосу, осын барлығын айтамыз. Менеджердің сатылымға ықпалын. И мен сіздерге өзімнің дейтін партнерларымыз бар, бот дейтін, бағаны төмен түсіретін. И сіздерге өзіміздің осы обучение алатын болсаңыздар, 2 аптаға сіздерге тегін беретін боламыз ботты жасау, ботпен айналысуға. Курсқа енді не кіреді? Арнайы жазылған 15 сабақтан тұратын бұл жақта курс кіреді. 4 бонус, план факт, таблица, маржа санау, маркетингті есептеу, Каспийдегі самый ходовой товарларды жеріміз. 30 сабақтан тұратын Каспиймен 1 миллион курсын тегін береміз. Бана айтып отырмыз, бонуста не кіреді дейтін болсаңыздар, осы предзаказ курсын алатын болсаңыздар, полноценный Каспийдің 200 теңге тұратын курсын сіздерге тегін береміз. Сабақтарға мәңгілік доступ, любой время қарап уже жұмыс жасай аласыздар. И плюс бұл жақта обратная связь бар. Предзаказ бойынша, бана түсінбеген жерлеріңіз болса, сіздерге айтып, түсіндіріп отырады.
бұл жақта сопровождение емес, просто бағанағыдай сұрақтарыңызға ответіңізді алып, спокойно дұрыс жолын сіздерге көрсетіп жібереді. Бонусқа бағана айтқандай 200 мың теңге тұратын Каспийдің полноценный курсын біз сіздерге тегін береміз. Осы уақытқа дейін Аллахтың қалауымен бізде 700-ден астам адам оқып, көптеген адамдар табысқа шықты. Ол жақта 30-дан астам видео сабақтар бар. Ол жақта толықтай Каспиймен бастау арқылы табысқа шығудың жолдары көрсетілген. Енді оның үшін не кіреді? Курста 100% нәтижеге қалай аламыз, табысқа жету үшін кедергі жасайтын не, мақсаттар, банағы ИП ашу деген сияқты, осының ішіне барлығы Каспий клиентпен танысу, магазинге товар салу жолдары, предзаказ, Каспий доставка жасау, маркетинг, товарды қалай продажны 20 есе қалай өсіре аламыз деген сияқты, менеджердің ықпалы, магазин рейтингін қалай көтереміз, виртуальный склад, Қытаймен, Россиямен, Турциямен, 16 есінде Taobao, WeChat, Pinduoduo, Alibaba, поставщиктардың рейтингі қалай етеміз, Қытай приложениесі, төлем жасау, қалай алып келеміз арзанға, карголармен деген сияқты, оның барлығы осының ішіне қарастырылған. Және де жабық категорияны қалай ашамыз, қандай брендтерді сата аламыз, бренд тауарды сату үшін құжаттар, жабық категорияны ашу, жабық соны ашатын барлығын жолдарын біз көрсететін боламыз. Енді біздің оқушылардың пікірін қарайтын болсаңыздар, ана жерде стопқа қойып, асықпай оқып шықсаңыздар болады. Ана жерде мықты информация айтылған, оқып шығыңыздар асықпай сіздерге. Сонымен бұл сабақтың бағасы, авторлық методикасы бар, 15 сабақтан тұратын курс, қосымша материалдар, Каспий арқылы табыс табудың сабақтың презентациясы, Каспий миллион курсын тегін береміз. Осы сабақтың барлығы 100 мың теңге тұрады. Қалай жалпы сіздерге бағасы нормаль ма или қымбат па? Но бірақ тез шешім қабылдайтын адамдардың арасында тек қана 24 сағаттың ішінде мен 24.900 теңге беремін. Ойлаңыздаршы, ішінде қаншама сабақ бар да, мына жерде предзаказ курсын 0-ден бастап спокойно табысқа шығып кету болады. Бірінші күннен бастап табысқа шығу алатын осындай курс береміз. Еще 200 мың теңге тұратын сабақты сіздерге тегін беріп жатырмыз. Осының барлығы 24.900 теңге тұрады. Тек қана 24 сағаттың ішінде, если 24 сағаттың ішінде үлгермейтін болсаңыздар, бағасы уже 50 мың, 100 мың, 200 мың қымбаттап, сондай баға болып кетеді. Лучше қазір үлгеріп қалыңыздар. Курс туралы оқушылардың пікірлерін тыңдап кететін болсаңыздар, қараңыздар. Сабақты қайта-қайта қарап жатырмын дейді. Шынымен 200 мыңға тұрарлық сабақ екен дейді. Кейбіреулер айтады, мысалы, сенбейді, не үшін мынандай информацияны өте арзан бағада беріп жатсыз дейді. Мысалы, сосын ал айтым, өте қуанып тұрмын дейді, сіздің сабақтарыңыз алғанға дейді. Енді давайте мен осы туралы айтып кетейін, не үшін мен 24.900 теңге өте арзан бағада беріп жатырмын. Менің негізі сабағымды 500 мың, 200 мың, миллион теңге, 5 миллион теңгеге мен сатқанмын обученияларымды. Но көптеген адамдар сол кезде айтын, қаражаттар жетпей, мысалы айтын, давайте бағаны түсіріңізші, біз алайықшы, тоже қарапайым халық үшін деген сияқты, даже действующилар болса, бұл дейтін өте арзан ақша беріп жатырмыз. Негізі біз осы курсымызды басында халыққа тегін бергенбіз. Но халық оны түсінген жоқта, тегін бергеннің құны жоқ дейді ғой. Бағанда айтып, рахметі да жоқ, дұрыс результат жасаған жоқ, адамдар оқыған да жоқ, вообще отзыв келген жоқ та. Ал енді давайте онда лучше бүйтейік дедік. Реально жасағысы келеді, ақша тапқысы келетін адамдарға хотя бір сумма қойып, қалтасына ауыр тимейтін, кредитке алмау үшін, бәлембай миллионға қарызға кірмей үшін деген сияқты біз өте арзан бағаға 25 мың деп қойдық. Негізі біз сабағымызды 20 мың теңгеден бастап саттық, енді 25 мың теңгеге біз бағасын көтеріп жатырмыз. Если қазір алып үлгермейтін болсаңыздар, бағасы уже 30 мың, 40 мың, 50 мыңға көтеріле береді. Сол үшін давайте үлгеріп қалыңыздар. Мына жерде стопқа қойып тоже оқып шығыңыздар. Біздің оқушыларымыздың пікірлері, негізі бізде оқушыларымыз өте көп, отзывтарды өте көп. Мына жерге барлығын салып мен сіздерге оқитын болсам, ол қазір бір сағатқа кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін мен сіздердің уақыттарыңызды экономдап, кішкене қысқартып дейсіз айтып жатырмын, не ма? Енді дәл қазір уже бастайын дейтін болсаңыздар, қолдарыңызда тиын болмаған жағдай болатын болса, сіздерге 3 айға, 6 айға, 12 айға бөліп төлеуге болады. Рассрочка, рет барлық қарастырылған. Ойлаңыздаршы, сіз 12 айға бөліп төлейтін болсаңыздар, 25 мың теңгеден кіреді, 2 мың теңгеден кіреді. Ойлаңыздаршы, сіз бір айға 2 мың теңге келеді. Бір айдың ішінде сіз 2 мың теңгені спокойно таксиға да барып тастайсыз, тамаққа да, қыдыруға да, бірдемеге ала салуға, или достарыңызға просто перевод жасай саласыз. Енді ойлаңыз, сіз осындай білімге ақшаны салатын болсаңыз, сіз Китаймен, Россиямен, Турциямен жұмыс жасауды возможность аласыз, заводтармен, прямой поставщиктармен, каргомен и басқа адамдарға сіз товарларды өте арзан бағада әкеліп даже сата аласыз, Каспийде үйренесіз, предзаказ жасаңыз. И Аллахтың қалауымен осы предзаказ арқылы бірінші, екінші күні спокойно табысқа шығып кетуге болады. Енді білмеймін, бұл сабақтың еш құны жоқ негізі. Отзывтарын көрген болсаңыздар, мынандай сабақты не үшін арзанға үйретсейсіздер. И
потому что біз айтамыз халық үшін деп барлығы. И бұл жақта еще біз кері байланыс қойдық. Бана түсінбей алған жерлеріңіз болатын болса, спокойно сұрап, ары қарай табысқа шығып кетуге болады. Курсқа біріншілердің арасында тез маған ақшаны жіберетін болсаңыздар, осы номерге жібереміз 707-334-60-69 номеріне Назерке Д деп шығады, 24.900 теңгені оған перевод жасаймыз. И чекті осы номерге жібереміз 701-717-7181. Бұл менің екінші номерім, сол жерге чекті жібереміз. И мен сіздерге сразу уже доступ беретін боламын. Енді қараңыздар, сіздер ойлауы мүмкінсіздер, уақыт бар, ертең тағы да сатылым болуы мүмкін деген сияқты. Біздің қазір группада 548 адам бар. Бұны біз бір айдың ішінде жинадық Аллахтың қалауымен. Енді біз бұны 600-ге тоқтайтын, 600-ге уже толатын болса, бағасын қымбаттатамыз. Уже 30 мың или немесе 50 мың теңгеге. Сол үшін 52 адам бізде спокойно бір-екі күн ішінде толып қалуы мүмкін. Сол үшін давайте үлгеріп қалыңыздар. Мынандай дейтін білім никогда ешқандай жерден көрмедім. 25 мың теңге сатып отырған. Менің өзім 500 мың миллионға сатамын ғой. И менің өзімнің достарым бар, оларға тоже 500 мың, 200 мың миллионға сатады. И 25 мың дейтін баға нарықта вообще жоқ. И осы білімді алып, сіз Аллахтың қалауымен табысқа шыға аласыз спокойно. Мына жерде мен көп айта бермеймін, барлығы уже түсінікті. Если сұрақтарыңыз болса, банандай айтып, инстаграмға, чатқа сразу прямо қоя берсеңіздер болады, көмектесуге дайынбыз. Ал алған адамдарға сіздерге хайырлы білім болсын, иншаллах жақсы табысқа шығып кетіңіздер. Сау саламатта көріскенше.